Жылдам ақпарат тарады, көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз және лайк басуды ұмытпаңыз. Алматыда кітаптарды тегін жеткізу қызметі іске қосылды. Алматы қаласының тұрғындары үшін кітап оқу бұрынғыдан да қолы жетімді бола түсті. Қалада мүмкіндігі шектеулі азаматтарға кітаптарды тегін жеткізу бойынша пилоттық жоба іске қосылды. Қазір уақытта жобаға 28 кітапхана қатысуда, ал тапсырыс беру процесі онлайн жүзеге асырылады. Оқырман Алматы кітапханаларының сайтынан қалаған кітабын таңдап, арнайы анкетаны толтырып, мүмкіндігі шектеулі екенін растайтын құжатты тіркеу керек. Тапсырыс 1-2 күн ішінде өңделіп, оқырманның үйіне Яндекс.Го сервисі арқылы жеткізіледі. Алматы кітапханаларының директоры Мейрам Бектенбаевтың айтуынша, бұл бастама қаланың кітап қорының қолжетімділігін артырып, мүмкіндігі шектеулі жандарға кітапхана қызметін пайдалануға мүмкіндік береді. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып, жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.